Пиццериядағы пиццаның дәмін үйде жасауға болатынын білесіз бе? Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздерге қамыры өте жұмсақ, жұқалап жайылған, соусы хош иісті, бір жасағынан керемет болып шығатын пиццериядағы дәмінен кем түспейтін пиццаны үй жағдайында дайындаймыз. Ендеше бастайық. Ең алдымен жылы суымызға қантымызды, дрожжымызды салып, араластырып, бетін 5 минутқа жауып қоямыз. Енді електен өткізілген ұнымыздың үстіне жаңағы суымызды құямыз. Енді оның үстіне жарты шай қасық тұзымызды салып, қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз енді бірігейін деп жатқан кезде осылай майымызды құйып, тағы да қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Неге қамырымыз осындай қолға жабыспайтын жұмсақ болып шығады. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. 20 минут өткеннен кейін қайтарып илеуді ұмытпаңыз. Енді соусын дайындаймыз. Ол үшін осындай балғын қызанағымыздың осындай сыртқы бетін ғана пышақпен кесіп шығатын боламыз. Неге екі қызанағымызды сыртқы қабаттарын кесіп алдық. Енді сақырлап тұрған осындай ыстық суымызды қызанақтың үстіне құйып, осылай бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минут өткеннен кейін осылай суын құйып төгіп алып, сыртын осылай ашып аламыз. Сол кезде оңай ашылады. Осылай бөлек ыдысқа 4-ге бөліп, енді блендердің көмегімен қызанақтарымызды езіп аламыз. Егер блендеріңіз болмаса, шаншқының көмегімен де езе берсеңіздер болады. Неге осындай болып шығады. Енді қызып тұрған табамызға осылай сұйық майымызды құйып, осындай орегано деген специямыздан 1 шай қасық салып, 20-30 секунд осылай қыздырып аламыз. Ұзақ уақыт ұстаудың қажеті жоқ, өйткені қышқыл дәм шығып кетуі мүмкін. Баяу отта осылай кішкене 30 секундтай ұстап алдық. Енді оның үстіне чесногымызды салып, оны да 30 секундтай осылай қыздырып аламыз. Осылай қызған кезде үстіне жаңа томатный соусымызды құйып, жарты шай қасыққа жетпейтіндей етіп тұз саламыз. Кішкене сосын қоюланғанша орташа отта осылай ұстайтын боламыз, араластырып отыратын боламыз. Тұзымызды салып, тағы да араластырамыз. Енді оның үстіне осындай 1 шай қасық тәтті паприкамыздан салып, тағы да араластырамыз. Осылай кішкене қоюланған кезде оттың астын өшіреміз. Соусымыз дайын. Енді пиццаның бетіне қоятын начинкасын дайындаймыз. Ол үшін осындай комо кантри сырын пайдаландым. Өзіңіз қандай бір сыр пайдалансаңыз да өз еркіңізде осындай үккіштің көмегімен осылай өткізіп аламыз. Енді шұжықты жұқа етіп турап аламыз. Немесе өздеріңіз қызанақтан немесе еттен де жасай берсеңіздер болады, өз еркілеріңізде. Мінекей начинкамыз дайын болды. Енді 1 сағат өткеннен кейін осындай қамырымыз әдемі болып көтеріледі. Осылай қолымызбен аламыз. Ешқандай жабысып қалмайды. Енді ортасынан теңдей етіп бөліп аламыз.
қолымызбен осылай дөңгелек етіп зуалай жасап аламыз. Бір бөлігін қалдырып, екінші бөлігін қайтадан ыдысымызға салып қоямыз. Енді қамырымыздың сырты қытырлақ болу үшін осындай маннайдың ұнтағынан сепсеңіздер болады, немесе онымен де жая берсеңіздер болады. Осылай қолымызбен бір текті етіп жұқалап жайып аламыз. Неге жұқалап алған қамырымызды осылай пергамент қағазына төсеп, оның үстіне жаңағы дайындап алған соусымыздан 3 ас қасық салып, осылай барлық жеріне жағып алатын боламыз. Оның үстіне үккіштен өткізілген осылай сырымызды, сосын қалауыңызша начинкасын қоя берсеңіздер болады. Неге қамырын дайындап жатқан кезде пешімізді қатты градусқа қойып қыздырып аламыз 10 минуттай. Пешіміз қызып жатқан кезде табамызды сразу қыздырып аламыз. Сол қызып тұрған пешке пиццамызды 8 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің жұмсақ, хош иісті пиццамыз пісіп шықты. Енді табадан алып, ыстықтай осылай кесіп шығамыз. Бүгінгі рецепт сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сіздер де жақындарыңызға осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып қойсаңыздар, қуанып қалар едім. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.